Саламатсыздар. Бүгін шаш түске не үшін енеді? Шаш ұзын әдемі болса, қызметте жоғарылайсыз. Ойыңызда үй ауыстыру болса, ауыстырасыз. Өзіңіздің шашыңыз бұйра, бірақ түсіңізде түзулеп және сұлу болып тұрса, өзіңіздегі ұялып жүрген кемістігіңізден құтыласыз. Шаш қысқартып жатсаңыз, жасап жүрген іс-амалыңыздың дұрыс емес екенін ойланыңыз. Олай жасамаңыз, өкінішке ұрынасыз дегенді білдіреді. Шаш ағарып кеткенін жас адам көрсе, үлкендерге көмек не садақа берсін, бір адамдардың оған реніші бар екенін білдіреді. Егер күтіп жүрген адамыңыз болса, келеді. Әйел заты түсінде шашы ағарса, ер адамның оны басқа адаммен айырбастауы. Ал қара әдемі болып кірсе, ер азаматының махаббаты және оған деген адалдығы. Егер шашты тақырлап алып тастаса, ол алып тастаған шашыңыз ақ немесе кір болса, қайғыдан айығасыз. Ал әдемі шашты тақырлап алып тастаса, сізге көп жайсыздық, бір істе қатты қысыласыз. Ал ер азаматына шаш тақырлап алып тастаса, әйел затына алданып қалу қаупі бар. Ал қайталап бір түсті көре берсеңіз, айналаңызда күншіл көре алмай жүрген адамдардың барын Алладан пана сұрауың керек екендігін айтады. Шашыңызға прическа жасап, әдемілендіріп, сұлуландырып, тойға дайындалып жатсаңыз, онда халық арасында дәрежеңіз жоғарылайды, сыйыңыз артады.